Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Біздің келесі қонағымыз Қамқоршылық кеңес ұйымының мүшелері. Сіз өздеріңізді кішкене таныстыра өтсеңіздер. Сәлеметсіздер ма? Мен Сүлейменова Жәмилә Тұраханқызы, Түркістан қалалық мәслихаттың депутаты. Осы мектепте менің немерем Жанболат Алдияр Даниярұлы 3-ші сыныпта оқиды. Керемет. Мен Қалшабекова Орынша Леспайқызы, Түркістан қалалық мәслихат аппаратының бас маманымын. Осы мектепте менің немерем Өтеген Медина 1-ші А сыныбында оқиды. Менің есімім Еркеш, фамилиям Шаметова. Менің де осы мектепте ұлым Жолдыбай Сырым, Жолдыбай Зере және Жолдыбай Инабат оқиды. Өзім 28-ші мектепте ағылшын тілі пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Керемет. Саламатсыздар ма? Мен Мұсаханова Азиза Әбілбашарқызы. Мен Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясы бухгалтер. Мен осы жерде қызым Мақаш Ақтілек Есенбек қызы оқиды, 7-ші В сыныбында. Сіздерге қояр келесі сұрағым. Сіздер Қамқоршылық кеңес ұйымында негізгі мақсаты қандай? Сол туралы таныстыра өтсеңіздер. Енді мен өзім депутат ретінде елдің халқының қалаулысы болғандықтан, бұл общественный деятельность дейміз ғой, қоғамдық. Мен де өзімнің кішкене болса да үлесімді қосып, осы мектептің мұғалімдеріне кішкене болса поддержка беріп, осы болады ғой, шешілмей жатқан бір спорный сұрақтар болған кезде сол өз үлесімді қосқым келеді. Потому что бұл мектепте біздің Қазақстанның келешек жас ұрпақтарына кішкене болса да тәрбие беруге. Енді біз уже зейнетке шыққан әжеміз ғой, но Аллаға шүкір көргеніміз бар, бізде кішкене болса да өз үлесімізді қоссақ па деймін, осы өсіп келе жатқан жасөспірімдерге. Жақсы. Мектеп негізінен білім мен тәрбиенің ошағы. Мына данышпан Барбиш айтады, мектеп баланың ойын қалыптастыратын шеберхана. Егер болашақты қолдан шығарғың келмесе, оны қолда берік ұстау керек дейді. Біз Қамқоршылық ұйымының жаңағы мүшелері ретінде осы мектепке жан-жақты қолдау көрсетсек деп отырмыз. Демеушілік жағынан болсын, басқа да қазіргі таңдағы қиын ата-аналармен жұмысына, балалардың ертеңгі жарқын болашағы үшін қолымыздан келген бар жақсылықты жасаймыз деген ойдамыз. Келесі сұрағым, сіздерге ата-аналар қалай байланысқа түсе алады? Қамқоршылық жобасына, кеңесіне. Енді біз бірінші кезекте өзімізде ата-анамыз, мұғалім болсақ та, басқа жоқта, мысалға. Бірақ бірінші кезекте мен де ата-анамын. Менің қасымдағы Қамқоршылық кеңестегі мүшесіндегі адамдар да, олар да ата-аналар. Яғни қазіргі ойлаймын, ата-ана мен ата-ана бір-бірін түсінеді деп ойлаймын. Негізі бір-бірін түсінеді. Яғни біз өзіміз ата-ана болғаннан кейін, егер бір мәселе болып жатса, мысалға, мүмкін түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, мектеппен бір болып жатады, бір кикілжіңдер, сол сәтте мұғалімдердің сөзін сөйлей отыра, ата-ананың да сөзін сөйлей отыра, біз бірлесе отыра, сол шешімін шешіп беруге тырысамыз. Керемет. Және сіздерге тағы сұрағым бар. Және бұл қамқоршылық кеңесі мектеп өміріне қалай әсер етеді? Қандай пайдасын тигізеді? Деген сұрақ. Мен ойлаймын, ата-ана мен мұғалім тесіні бір-бірімен қарым-қатынас тығыз болса, баланың тәрбиесі де дұрысталады деп ойлаймын. Біз үйде бала тәрбиесіне көп мән беріп, мектепте мұғалімдер тәрбиесін беріп жатса, екі жақтап бір болашағымыздың бір жақсы азаматшаларын тәрбиелейміз деп ойлаймыз. Және соңғы сұрағым қорытындылай кетсек, сіздердің алдағы жоспарларыңыз туралы сұрасам.
Енді алдағы жоспарымыз, біз осы 32-ші мектептің басшысы Айгүл ханыммен жаңа біз қойдық. Әр жылына, әр 3 ай сайын кварталда кездесіп тұрамыз. Енді алла жазса, мамыр айының аяғында есебін береді, қалай балалармен жұмыс атқарғанын. Сол есептерін тыңдап, ол жерде бәрін бірге жұмыс атқарамыз деп ойлаймын. Что бізге Айгүл ханым да айтып отырады, біз де ол кісінің как бы проблемаларын бірге шешіп отырамыз деп. Сол үшін қамқорлық қоғам сайланады. Сондай менің ойым. Жауаптарыңыз өте керемет болды. Сіздерге көп рахмет. Біздің бүгінгі подкастымыз осымен тәмам. Қош сау болыңыздар.